Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз балалық шағымыздың дәмі асханалық буфетный пирожкиларды дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгілеп, жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Бізге қажетті 240 мл су, 14 грамм құрғақ дрожж, 2 ас қасық қант және 40 грамм ұн. Осының барлық ингредиенттерді жақсылап араластырып, аштығымызды дайындаймыз. Аштығымыз көтерілгенге дейін 15 минутқа қойып қоямыз. Осы процестердің барлығын арнамнан алыстамай жақсылап қарап, артынан қайталаңыздар. Құрметті көрермендер, біздің аштығымыз дайын болды. Осылай жақсы көтерілген аштығымызға енді керекті бізге ингредиенттер: 1 жұмыртқа, 40 грамм бөлме температурасындағы сары май, 1 қасық ас қасықпен қант және жарты қасық тұз саламыз. Осы нанды илеуге бізге 500 грамм ұн кетеді. Ұнымызды жақсылап сеуіп, жақсы нанымызды илейміз. Айтылған мөлшерден көп немесе аз ұн қоспаймыз. Нанымыз тығыз болмау керек және жай жұмсақ илейміз. Жақсы иленген нанымызды тағы тынуға және көтерілуге, ашуға жібереміз. Нанымызды жұмсақ етіп илеп, оны бөлме температурасында тынуға жібереміз. Ал енді салмасына картоп езбесін дайындаймыз. Картоп езбесіне мен пияз қосам, қуырылған, және қара бұрыш дәміне қарай қосамын. Нанымыз бөлме температурасында жақсылап өз көлеміне кесе ұлғайып көтерілді. Оны дастарханымызға қойып, осылай әр бөлшегін мен шамасы 50 және 55 граммнан бөліп алып, нанымыз, осы нан ең жақсы, қолға икемді, ешқандай жабыспайды, артық майды қажет етпейді, қолмен жайылады. Менің отбасым кішкентай пирожкиларды жақсы көргендіктен осындай кіші көлемде жасаймын, және бұл пирожкилер көлемінде үлкейіп, жақсылап көтеріледі. Мынау сіздерге түйу процесін көрсетіп жатырмыз. Сіздерге өстіп түйіп, табамызға қойып дайындап аламыз. Әрі қарай процесті сіздерге жылдам және тез көрсетуге тырысамын. Арнамнан алыстамаңыздар. Дайын болған пирожкиларымыздың бетіне сүт жағамыз. Сүт жаққаннан кейін духовкамызды дайындап 180 градуста қыздырып аламыз. Дайын болған пирожкиларымызды духовкаға салып 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің керемет сондай балалық шағымыздың дәміндегі пирожкиларымыз дайын. Жасап көріңіздер, керемет, жұмсақ болады. Арнамнан алыстамаңыздар, дайын болған процеспен көресіздер. Міне біздің пирожкиларымыз дайын. Сондай әдемі, сондай ұлпадай жұмсақ, жесең жей бергің келетін пирожкилар. Ішін ашып бөліп жеп көрсеңіздер де сондай, іші де піскен, начинкасы да дәмді, өте керемет. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлназ.